Барлықтарыңызға сәлем. Біз Мансұр екеуміз онлайн сабақ арқылы жасаған тапсырмамыз көктемгі ағаш. О, біздікі керісінше болды, иә? Түзулеп жабыстыр, иә? Бізде дайын қоңыр түсті қағаз болған жоқ, сондықтан жай қағазды алып қоңыр түске боядық. Жырт. Үйде бар түрлі түсті қағаздан ағаштың жапырақтарын жасадық. Тағы да ортасынан, мына ортасынан. Иә. Коричневый. Қағазды жырту арқылы қолдың ұсақ моторикасын дамытамыз. Yellow. Сары түс, иә? Сондай-ақ түстерді жаттаймыз және ажыратып үйренеміз. Қосымша айта кетейін, ұсақ моториканы дамыту арқылы ми қабілетін арттыруға болады. Енді мынау қандай түс бізде? Мынау қандай түс? Красный, red, қызыл. Қалай жыртамыз? Ой, түріне. Ай, молодец. Енді бұлардың бәрін жабыстырып шығамыз. Көрсетем, я қалай жабыстыру керек. Қандай серьезно. Кішкентай баланың логикасы. Ағашта тұру керек, жапырақтың бәрі ағаштың үстіне ғана жабыстыру керек. Мына жаққа да жағып жабыстырсаң болады. Мына жақта да ағаштар болады, жапырақтар болады. Мына жерге де жақсаң болады, жабыстырсаң болады. Қызыл жабыстырсаң болады. Бізге лайк қойып, пікіріңізді қалдырып, парақшамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ал мен келесі видеоны монтаждауға кірісемін.